Соңғы кезде мұндай оқиға жиіледі. Кішкентай балаларды қорғаудың қандай жолы бар? Балабақша тәрбиешілеріне қатысты арнайы заң қабылдау қажет пе? Әлемдік тәжірибе не дейді? Осы мәселе бойынша отбасылық психолог Орынгүл Сәтбаеваның пікірін білсек, кеш жарық, сіз тікелей эфирдесіз. Кеш жарық, баршаңызға. Орынгүл ханым, сіздің ойыңызша негізгі себеп неде? Мәселе тәрбиешілердің тәртібінде ме, әлде олардың білімі мен даярлық деңгейінде ме? Мен ойымша бұл жерде екі проблеманың қосындысы деп ойлаймын. Ең бастысы енді даярлығын төмендігі, және өз тәрбиешілердің психологиялық тұрақтылығы төмендігі, мүмкін жалақысы төмендігі болып, эмоционалдық тұрғыда қатты әсер етеді. Айлықтары аз, стрессқа, күйзеліске түскен шығар мүмкін. Ойым солай. Бұл психологтардың жеке мәселесі деуге болады. Олар жұмысқа орналасалар алдында тексерістен өту керек қой, психологиялық жағынан. Қалай ойлайсыз? Міндетті түрде оны қосу керек. Ал жатқан кезде тұлға қандай? Баламен жұмыс істейтін тұлға қандай болу керек? Эмоционалды тұрақтылық, бойында эмпатия, мейірімдік қасиеттер болу керек. Баламен жұмыс істеу оңай емес. Орынгүл ханым, енді кішкентай балаларды қорғаудың нақты қандай жолдары бар деп ойлайсыз? Арнайы заң қажет пе біздің елімізге? Мен ойымша әрине қажет. Өйткені ең бірінші ол баланың құқығы. Ең бірінші орында бала тұру керек. Сондықтан заңды түрде оның бәрі келісім болу керек, сондай. Заң шығу керек. Қолданыстағы заңды күшейту керек пе, әлде арнайы заң болу керек пе? Жалпы қолыңызда бір әлемдік тәжірибе бар ма? Арнайы баланы, жалпы арнайы баланы бізде Қазақстанда қорғайды ғой. Бірінші ұйымдар бар қорғайтын. Қазіргі таңда енді эмоционалды тұрақтылық өте төмен ғой тәрбиешілерде. Және ата-ана да оңай емес қазіргі таңда. Демек, заң керек деп ойлайсыз? Тәрбиешілерге көп сын қояды. Жақсы, Орынгүл ханым, тікелей эфирде сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Біз жалғастырамыз.